Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді красный бархыт тортын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдын ала шұңғыл ыдысқа айранымызды құйып, үстіне ас содасы мен уксустың ертіндісін салып, жақсылап араластырамыз. Үшеуі процеске түсіп, көпіруі керек. Сонан соң таза ыдысқа 3 жұмыртқаға қантты қосып, ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне сұйық май қосып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Алдын ала ситадан өткізілген ұнға какао мен қамыр қопсытқышты қосып, бірінші бөлігін салып миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, дайын болған айранымыздың бірінші бөлігін құйып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Сонан соң, видеодағыдай ұнның екінші бөлігін саламыз, және де айранның екінші бөлігін құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп араластырамыз. Қамырымыз осылай біркелкі болған соң, соңында қызыл бояуды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді алдын ала дайындалған пергамент қағазына менде диаметр 24 және 4 коржға жететіндей қылып теңдей бөліп, қамырымызды құйып шығамыз. Құйып шыққан соң, осылай біркелкі етіп жаямыз. Дайын болған қамырды қызып тұрған пешке 170 градусқа 10 минутқа пісіреміз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын салып миксерлейміз. Сонан соң кілегейді құйып, жақсылап миксерлеп араластырамыз. Креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін подложкаға кремді кішкене жағып, торт жылжып кетпес үшін коржымызды қойып, арнайы пакетке кремімізді салып, насатканың көмегімен тортымызды, яғни кремімізді жағып шығамыз. Кремді жағу өз фантазияларыңызға байланысты.
осылай корж крем алма кезек тортты жинап шығамыз. Тортымыз дайын болды. Осындай әдемі әрі дәмді тортты әзірлеп, сіздер де отбасыларыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Салтанат.